Ыбырай Алтынсарин. Әңгімелер, ертегілер. Ізбасты. Қыпшақ ізбасты би 10 жасар күнінде қош үстінде көп адаммен бір түлкі қосып, бәрінен бұрын жетіп, түлкіні соғып алды. Артынан келген жас үлкен кісілер, түлкіңді бізге байла деп еді, ізбасты бермеді. Қазақшылық әдетте жас үлкенге мұндай соғып алған түлкіні байлаушы еді. Мынау бала бізге байламайды деп, заманда ханның арызға келісіпті. Сонда ізбасты ханға айтты дейді. Ойдан қашты бір түлкі, тауға қарап дем алмай. Жабала қодық көп кісі, бәрі де қалды ере алмай. Сол түлкіні кім алар? Жалғыз жеткен мен алмай. Ағайыннан дұшпан, жауым жоқ алдына салып айдап жүр. Алтайы түлкі көре алмай. Уялып, тақсыр, жүрмеңіз, мұның төресін ондап бере алмай. Түлкі мен ешкі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шығайын десе шыға алмай тұрғанда, ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға келіп түлкіні көріп, «Әй, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. Түлкі айтты, «Ой, не қыласын батыр, жаным райыс тауып тұрмын. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық су бар екен», деді. Мұны естіп ешкі, «Менде салқын су ішейін» деп секіріп апанға түскенде, түлкі екең секіріп ешкінің үстіне мініп, оның мүйізіне шығып, мүйізінен секіріп қырға шығып, жөніне кетті, дейді. Қарға мен құрт. Қарға ұшып жүргенде жерде жорғалап бара жатқан құртты көріп, тұмсығымен тістеп алып ұшып кетті. Құрт байғұс істің жаманға айналғанын біліп, «Ай, қарға батыр, әке шешенді де көріп едім, асқан жақсы құстар еді» деді. Қарға тәуір көріп, тұмсығымен «Ух» деді. «Апа ағаларыңды да білуші едім» деді құрт. Қарға тағы «Ух» деді. «Бірақ соның бәрі де сенен жақсы емес еді» деді. Сонда қарға масаттанып «Ах» дегенде аузы ашылып кеткен соң, құрт жерге түсіп кетіп құтылды дейді. Сауысқан мен қарға. Ала сауысқан бір бұтақтан бір бұтаққа қонып, тынбай шиқылдай беріпті. Қасындағы қозғын қарға үндемей отырыпты-мыс. Сонда сауысқан: «Қарға тамыр, сен неге үндемейсің? Әлде менің айтқан сөздеріме нанбай отырмысың?» депті. Оған қарға айтты дейді. «Рас, сауысқан мырза, еркін сөзіңе наңқырамаймын. Саны сапасы жоқ, көп сөйлеген мылжың шың сөзді азайтайды деп білемін» дептіміз. Жан-жануарлардың дауласқаны. Жылқы, түйе, сиыр, қой, ит, тауық, тышқан және бөтен жан-жануарлардың бәрі де адамның жылына ағалыққа таласты дейді. Жылқы айтты: «Мен адам үстіме мінсе, алысын жақын етемін, күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қылыма дейін арқан іздейді. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын» деді. Түйе айтты: «Сен адам жұмысын қылсаң арпа, сұлы, шөп асайсың, тамағын үшін құл болдың. Мына мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алшелерге барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан. Не кез келсе, соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлге де шыдап жүре беремін. Жыл ағасы болу маған лайық» деді. Сиыр айтты: «Адам егін ексе мен егеді, сүтімді ішеді, құрт, май істейді». Қой айтты: «Мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып, киіз істейді, жабағымнан көпі тігеді, арқан, жіп еседі, сүтімнен құрт, май алады» деді. Ит айтты: «Мен болмасам сенің көбіңді не ұры ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Сенің бәріңнің бақташыңның дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін». Тауық айтты: «Мен болмасам кісі ерте тұрып, жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып шақырып, хабар айтамын. Таң атты деп көп отырса жұмысыңнан қаларсың. Жатар уақыт болды деп, түн ортасында да шақырамын, кеш болса да шақырамын, демалар мезгіл болды деп» деді. Тышқан не дерін біле алмай тұрды да бір түлкі құлық ойлап жиналған көпке айтты: «Бұл таластан ештеме өнбес, жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл бас болсын» деді. Түйе өзінің биіктігіне сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қостап, бәрі де жылды қарап тұрды. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мінді де отырды. Сонымен бәрінен бұрын жылды тышқан көріп, хабар беріп, жылдың басы болған. Түйе бойына сеніп қорғалды деген сөз осыдан қалған екен. Қара батыр. Ертегі. Қара батыр деген ерді бала күнінде түрікпен елінің
жортуушылары ұстап алып, еліне апарған соң қой бақтырыпты. Аш, жалаңаш сақтап, жөнді тамақ бермеген соң бала қойдың далада сүтін сауып ішіп, сонымен күн көріп жүріпті. Бір күні бала далада қамығып жылап отырғанда, алдына бір қарға келіп қонады. Бала қарғаға айтты: "Қарғалар-ау, қарғалар, қанды көрсе жорғалар, тұмарымды алсана, біздің елге барсана, сағынып жүрген әкеме тұмарды бере қалсана." Қарға бір қарқ етті де ұшып кетті. Бір мезгілде сауысқан келіп қонды. "Ай, сауысқан, сауысқан, өлексе жеп тауысқан, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Сауысқан шық-шық етті де ұшып кетті. Келіп тырна қонды. "Ұзын мойын тырналар, қайыры бар мырзалар, тұмарымды алсана, елге бара қалсаңа." Тырна тыррау, тыррау деді де ұшып кетті. Келді қаз. "Ай, қаздар-ау, қаздар-ау, сізге барды наздар-ау, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Қаз қаңқ-қаңқ етті де ұшып кетті. Келді аққу. "Көлден ұшқан қуларым, қос төресі туларым, тұмарымды алсана, елге бара қалсана." Аққу тоқталыңқырап, көлдеңдеп тұрды да, ол да ұшып кетті. Біраздан соң қарлығаш келді. "Ай, қарлығаш, тамыр-ай, жауда болдым қалар-ай, тұмарымды алсана, елге бере қалсана." Қарлығаш ұшып, олай кетті, ұшып, бұлай кетті. Ақыр қимай келіп, баланың қолына қонды. Бала ойлады: "Әкем тұмарымды көріп таныса да, қай елде екенімді біле алмас. Бұған бір белгі салайын" деп, өзінің қолын пышақпен шаншып, қанатты да қанымен тұмар үстіне түрікпен елінің таңбасын салды. Сөйтіп болған соң тұмарды қарлығаштың мойнына байлап, елінің әке-шешесінің жерін айтып, ұшырып қоя берді. Қарлығаш ұшты аспанмен, баланың айтқан жоспармен, асқар-асқар таулармен, айдын шалқар көлдермен, батпақ-лай шөлдермен, түрлі-түрлі жерлермен, қос қанатын қамшылап, аспаннан қатер көрінсе, таса жерді шырамшылап, үстінен тері тамшылап, неше мерзім жерді өтті, неше мерзім елді өтті. Нақ 30 күн болғанда, бір ауылға сол жетті. Баланың айтқан ауылы осы ма деп меңзепті. Бір ауылға келген соң, қарлығаш әр үйдің төбесіне қонып адамын байқап жүрсе де, баланың айтқанына ешқайсысы ұқсамайды. Сөйтіп шаршап, қалғап отырғанда бір ыңырсырап кемпірдің дауысы шықты. Құлағын салып қараса, кемпір айтты: "Ау шырағым, құлыным, маңдайыма тұлымым, көлге біткен құрағым, жалғыз ұлым шырағым, жау алды ма білмедім, су алды ма білмедім, аң алды ма білмедім, жөніңді біліп шырағым, құрбаның болып өлмедім, 24 ай болды, мен жалғызды көрмедім." "Сен тұра тұр" деп кемпірді тоқтатып шал айтады: "Жалғыз біткен талшыбық, келбетін келген қарағым, бір дерегін білуге дүниені кезіп қарадым, аш бұрадай жарадым, 12 мүшем сөгілді, аш күзендей бүгілді, таулардың насат тасындай, берік-ақ еді сүйегім, өрт шалғанда егілді, қайда да кеттің, сұңқарым, үміт еткен тұлпарым, бір көрсетіп алмады, сол ғана болды іңкәрім." Онда бір жас қыз бала әке-шешесін тоқтатып сөйлейді: "Нәркескен деген алмастай, асыл еді негізің, бірге туған негізім. Сен тұрғанда ойлаушы ем, арғымақ мінерім, асыл киім киерім, тең құрбымнан ілгері мен жарқырап жүрермін, бектен талап тілерім, ойын күлкі сауықпен қызық дәурен сүрермін. Егізімнен айырылып, ақша беттен қан кетті, көңілімнен жан кетті, желкілдеп шыққан көк шөптей, жап-жас қана күнімде міне бізден сән кетті. Ай, қартымыз, қартымыз, көзіңнің жасын тартыңыз, мен бүгін бір түс көрдім, әжептәуір іс көрдім, түсіме жору айтыңыз, қолдан ұшқан сұңқарым қайта қонып жүр екен, үйірден жойған тұлпарым қайта келіп жүр екен, бірге туған құлыным үйге келіп жүр екен, бізге Құдай бергенді кісі көрмес өлгенді, баба түкті шашты әзіз, нақсат болып кетпесе, хабар алып шырақтан бір қарлығаш келгенді." Бұл сөзді естіген соң, қарлығаш тіп-тіке шал кемпірдің алдына қонды. Бейшаралар жылап сықтап, тұмарды алып, таңбасынан Қарабатыр Түрікпенге барғанын білісті. Сонан соң ат жаратып, адам жиып, Түрікпен жұртына барып, көп тарту таралғы беріп, баласын алып қайтты дейді.